Перизат 34-ші столды жинап ал. Сен олар хабарласты ма? Я жаңа хабарласқан. Медан үйлендіреміз ба деп ақылдасайық балдарды жинап деп. Сонымен сөйлескем жаңа. Тыңдап тұрмын, тағы бірдеңе қажет пе? Иә, қажет. Айта беріңізші. Сіздің номеріңіз керек болып тұрғандыз. Мен жұмыста жүрген адаммын. Нақты тапсырсаңыз болса шақырасыздар. Қарындас, сен жай ғана бізбен отырсаң болды. Артық тапсырыстың қажеті жоқ. Кел. Кел, біз жай сөйлесеміз, кел, отыр кел. Қолыңды жібер, орныңызды біліңіз. Сен үндемеген сайын есіріп біттің ғой. Сен қонақпен қалай сөйлесу керек екенін білмейсің ба? Шақыршы бар бастығыңды. Не болды, тыныштық па мырзалар? Тыныштық болмай тұр ғой сол. Мына даяршыңыз әбден мазаны алып бітті ғой. Мен жай номерімді бермегеніме. Кешіріңіздер, біздің даяшыны артық мазалауға болмайды. Егер заказдарыңыз келмей жатса, онда басқа даяш қызмет көрсетеді. Бұлардың бәрі бетімен кеткен. Сен басқа столға бара бер, Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, мен осындамын, менімен сөйлесіңіздер. Бара берші. Мына кісілер жаңадан көшіп келген ау. Иә, кеше келген, бүгін заттарын көшіріп жатыр. Иә, мұнаға таңнан бері бір өзі заттарды тасып жүр. Барып көмектес қайтамыз ба? Анашым уайымдап қалмай ма? Жоқ, уайымдамайды, өзім түсіндірем. Жүріңдер онда. Кеттік. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Көмек керек пе? Жақсы болушы еді. Мына майда шүйде заттар өнбей жатыр ғой. Қазір өндіреміз. Онда бастайық. Абайла. Сені бар да бар. Кедей болсан, көшіп көр деген осы ғой, Сендерге рахмет көп-көп. Біздің көшеге қош келдіңіздер аға. Ой, рахмет. Айтпақшы. Міне. Тәтті-пәтті алып жейсіңдер. Жоқ аға, біз ақша үшін жасаған жоқпыз. Мен біліп тұрмын ғой, ақша үшін жасамағандарыңды. Сендер маған көмектессіңдер. Енді мен де сендерді қуантуға рұқсат етіңдер. Олай болса болады. Жоқ, ағаның ақшасын алмаңдар. Өзін кедеймін деп жатыр ғой. Қой, мен ел қатарлы адамбыз ғой. Оны қайдан шығардың? Өзіңіз жаңаған айттыңыз емес пе, кедей болсаң көшіп көр деп. Мұраккен істеп жатсыз. Ертең 25 мамыр соңғы қоңырау. Соған дайындалып жатырмын. Онда мен де барам. Жоқ, бармайсың. Не үшін? Жоқ, үйде қал. Анашымның қасында отырасың. Барайыншы. Болмайды. Барсын, алып бар. Анашым, ал сізге кім қарайды? Бір күнге ештеңе етпейді. Бара берсін. Мен үйге қала берем, сізге су әкеп берем. Жаным сол, жаным. Алланың бергендері. Кел ағай. Құлынымен кел, жақты. Айтпақшы анашым, кешегі кітаптың жалғасын оқып берейін ба, ішіңіз пысқан шығар. Жарайды қызым. Оқы. Саламатсың ба? Теңдік іздеген қазақтың жамал атты қызы, сенің теңіңді іздеген. Сол кездегі қоғам заңына бағынбай алға ұмтылған қайсарлығын ұнайды. Сен тұлға болдың, өз сүйгеніңге тұрмысқа шығып, бақытты өмір сүргің келді. Еш қиындыққа қарамай, сол бақытқа ұмтылдың. Саған ризамын, ал сенің бақытыңға қарсы болған сол қоғам билік үшін сені тазға берген. Әкем Байжанбай мен Жұманға қарсымын. Сен өлгеніңмен атың өлген жоқ. Сенің ізімен жүрген өзінде сұлу қыздар теңдікке жетті. Сен оларға қарсыласуды үйреттің. Жамалатты қаншама қыздар дүниеге келіп бақытты өмір сүруде. Әлі де қаншама бақытсыз жамалдар бар өмірде.
Анамсым шай ішіңізші. Рахмет, болдым бұтым. Уа, әпке. Қайсың Қошақан? Мен сенің сұраған затыңды алып келдім. Қызым, бүгін кеш келдің ғой, а? Анашым бүгін қосымша жұмыс алған едім. Ыдыс жуатын апайдың орнына да істеп тұрдым. Әпкетай шаршаған шығарсың, келмей саған шай берем. Жаным сол, рахмет. Әпке, бізде қарап жүрген жоқпыз, міне ал. Мыналар не? Қайдан алдыңдар? Қорықпа, өзі берді. Кім берді? Көрші аға берді, жүктерін тасуға көмектескен едік. Солай ма? Жарайсыңдар. Әпке, бізде қарап жүрген жоқпыз. Ертеңнен бастап жұмысқа тұрамыз. Я, бір өзіңнің тапқаның қайда жетеді? Жоқ, болмайды. Тыныш қана сабақтарыңды оқып үйде отырыңдар. Мектеп бітті ғой, оның үстіне үздік бітірдік. Перизат, қызым, ештеңе етпейді. Қолдарынан келетін тілектерді істесін. Жаз бойы үйде тоқырлап отқанда не пайда? Ер бала ештеңе етпейді. Істесін тілектерін. Мен де жұмыс істеймін. Жаным сол, сен әлі кішкентайсың. Марал екеуің менің қасымда болыңдар, иә? Жанымыз. Қалайсыңдар жігіттер? Шаршаған жоқсыңдар ма? Жоқ, біз жұмыстан шаршамаймыз аға. Рауан аға, бізге жұмыс бергеніңізге рахмет. Көмектескендерің маған жақсы. Ал еңбек еткендерің өздеріңе жақсы. Я, рас айтасыз, осылай байып кететін шығармыз. Үлкен бизнесмендердің бәрі өз кәсіптерін кішкентай қадамнан бастайды ғой. Батырым, ниетіңе жет. Ал мен болсам, үлкен дәрігер болатын шығармын. Бизнес деген мен емес сияқты. Сендердей ұлдары бар ата-аналарың бақытты шығар, е? Айтпақшы, сендер осылай жұмыс жасап жүргендеріңе үйдегілер қарсы емес па? Жоқ, қарсы емес, бізге ақша керек. Оны қайтесің? Ақша кімге керек емес дейсіз? Иә, оның рас. Ал, қалғандарын алып келіңдер бар. Әкем бар болғанда ғой. Мынаның бірі де болмас па еді. Анам сау болғанда. Ел қатарлы, бүтін отбасы болып өмір сүргенде ше, қалай болатын еді? Неге осының бәрі бізбен болып жатыр? Құдай бізді әкеден де, анадан да сынап жатқаны қалай? Мүмкін ол бізді мықты адам болсын дейтін шығар. Әпкетай не істеп отырсыз? Жай, шығындарды есептеп. Балапан, бірден айтқан келіп тұр ма? Негізі я. Айтсайшы. Сізді қинап қоямын ба деп ойлап тұрмын. Қинамайсың, айта бер. Лагерге барайыншы. Лагер дейсің бе? Ол қанша екен? 25.000 теңге. Жарайды, қарастырып көрейін. Әпкетай, бірақ болмаса да ренжімеймін, сен қиналып қалма, я ма? Ақылдым сол. Жан әпке, сөйлесуге уақытыңыз бар ма? Кел айт. Маған қосымша жұмыс керек еді, екінші сменге түссем болады ма? Қиналып қалмайсың ба? Жоқ, қиын емес. Қалай қиын емес? 24 сағат бойы аяқта жүру оңай ма саған? Жаспын ғой, бәріне үлгеремін. Аванс сұрасаң, оны айтып берейін. Жоқ, аванс керек емес, маған екінші жұмыс керек. Перизат, осыншама жанығып жұмыс істейтінде не болды? Тыныштық па? Не күн туды басыңа? Бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс болса, өзіңнің қатарымен ойнап күліп жүрмейсің ба?
Сені білгеніме 1,5 жыл уақыт болды. Қашан қарасам ыдыс-аяққа араласып жүресің. Солай болу керек болды. Айтқың келмейді? Иә, ешкімге жанышты болғым келмейді. Екінші сменге түсуге рұқсат бересіз бе? Жарайды дегенің болсын. Рахмет, әке. Рауан. Рауан. Ау, Қалың қалай? Күнің қалай өтті? шүкір. Жаман емес. Шаршамадың ба? Үйдің тірлігі деп саған да көмектесе алмадым. Алаңдамаш. Бәрі жақсы болады. Бір жағынан өзіме көмекшілер тауып қойдым. Рас па? Иә. Көршім балалар бар ғой. Сонда енді сұмдық еңбекқор. Тірліктерін тап түйнақты етіп жасап қояды екен. Күнделікті жұмыс ақысына келістім солармен. Кішкентай балдарды ма? Иә, енді кішкентай демесең, жұмысқа деген ынталары жақсы. Заман не болып барады? Жұмыс істеу балаға қарап қалып па? Баланың балалығын ұрлады ғой. Әке шешесі асырап баға алмайтын болса, неге туды сол балаларды? Сара, қой олай деме. Енді әркімнің тағдыры әртүрлі. Ана әпкелері де кафеде даяшы болып жұмыс атқарады екен. Кеше сол қызды көрдім ау деймін мен. Жалғыз өзі жаяу кетіп бара жатқан. Азаннан кешке дейін жұмыс істеу оңай емес. Обал, сондай балдарды көрсем жаным ашиды. Сол көршілердің үйінен кіріп шыққан бір ересек адамды байқамадым. Әке-шешелер бар ма екен? Мен қайдан білейін? Көшіп келгеніміз кеше. Әлі заттарды да жайғастырып үлгерген жоқпыз. Уайымдамашы. Бәрін жайғастырамыз. О, мынаның бәрін қайдан алдыңдар? Қайдан алған не? Анасым қара біз саған не алдық? Мен дәрімді де алғансыңдар ма? Иә, алдық анашым, көрдің ба? Біз жайлап аяққа тұрып келе жатырмыз. Енді бәр жақсы болады, сізді емдетеміз. Бұрынғыдай шауып жүресіз. Бізге әлі манта жасап бересіз анашым. Жасаймын. Алла сол күнге жеткізсінші. Сабағымызды да жақсы оқимыз. Біз әлі үлкен адам боламыз, анашым. Менің биік машинам болады. Сізді соның алдынан отырғызып алып қыдыртам. Ақылдыларым сол. Енді не істейміз оны? Оның көзін құрту керек. Иә. Ертең кешке қаладан шығып кетпекші екен. Сол сәт пайдаланайық. Қашып құтылмақшы екен ғой. Оның бұл ісі іске аспайды бейшара. Ертеңнен қалдырмай көзін құртыңдар оны. Марал, қызым, әкпен хабарласпады ма? Жоқ анашым, мен де күтіп отырмын. Бұл қыз кешікті ғой. Жүрегім тыншымай тұр. Бәрі менің кесірім. Не дейсің? Әпкем маған лагерге ақша тауып жүрген шығар. Не? Сен әпкемізден лагерге ақша сұрадың ба? Біз қыдыратын жағдайда жүрміз ба, Марал? Ойланбайсың ба? Ықылас, балам, бар. Көшені көріп қайтшы. Аман есен келсе жақсы болар еді.
уайымға салынбаңыз. Құдайдан амандығын тілеңізші. Байқұсым ай, менде ауруды бағамын деп жас өмірі қор болды ғой. Уайымдамаңыз. Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Аман есен оралса жарар еді. Негізі өзім кінәлімін. Мына жерде отырмағанда өз бала шағымды өзім бағар едім ғой. Перизатым қасымда болар еді. Қой олай демеңіз. Сабыр сақтаңыз. Әлі бәрі жақсы болып кетеді. Сіз де жазылып кетесіз. Хабарды полициядан күтейік. Ең бастысы, Перизат кафеден аман есен шыққан. Камера барлығы көрсетіп тұр ғой. Сәлеметсіздер ме? Жолдас лейтенант Байзақов. Қызыңыз табылды. Перизатым, қайда? Өкінішті. Перизаттың денесі табылды. Не? Не деп тұрсың? Қызды қорлап өлтірген жерден таптық. Қазірге Марат Доспаев есімді азамат күдікті ретінде ұсталып отыр. Кім? Қайда алаш? Марат Доспаев Әзімұлы. Қызыңызды зорлаған күдікті ретінде ұсталып отыр. Қайғыңызға ортақпын. Қайда жүрсің сен? Ақша қайда? Қандай ақша? Қандай ақша болушы еді, бүгін табылсың қан? Сен бар ғой, мына жұмысыңды қоймасаң, түбі бір пәлеге жолығасың. Сен маған ақыл үйрететін болғасың ба? Басты қатырмай ақшаны бер. Саған тек қана ақша керек. Баларды ойламайсың, олар туралы сұрамайсың. Соңғы рет қашан көрдің? Түрлерінде ұмыт қалған шығарсың сен. Жап аузын де. Стоп! Снято! Я көрермен, бұл кино. Бірақ қазіргі таңда көптеген отбасында болып жатқан трагедия. Бірін білеміз, бірін білмейміз. Өзге тұрмақ өзінің туғанына осыншалық қиянат жасау, азғындық жасау қай атадан қалып еді? Анаға бала аманат, ал әкеге отбасы аманат. Ал отбасы дегеніміз ағайын, ол үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершіліктен қашпайық, мойнымызбен көтере білейік. Барыңызды бағалаңыздар.